Саламатсыздар балалар, бүгін 3-ші сынып математика сабағынан 94-ші сабақ. Бірінші тапсырма: біздің мектептің оқушылары циркке барды. Қысқаша жазылу бойынша есеп құрастыр. Бірінші: 24 көбейту 2. Осылай істеп алайық. 24 көбейту 2 тең 48. 24 қосу 48 тең болады 72. Барлығы бізде 72 адам барды. Келесі тапсырма: кинотеатрда балалар машинелер туралы мультфильм көрді. Қысқаша жазылу бойынша есеп құрастыр. Енді бұл жерде теңдеу құрамыз. X қосу 21 көбейту 2 қосу 21 тең 125. X қосу 42 қосу 21 тең 125. X қосу 63 тең 125. X тең 125 азайту 63. X тең 62-ге тең. Келесі: есептеп дұрыстығын тексер. 42-ні 14-ке бөлеміз. 3, 5, 3, 2, 2, 4. Келесі тапсырма: теңдеулерді шеш. Жетпіс 75-ті бөліп аламыз 5-ке. X көбейту 15 тең 30. X тең 30 бөлу 15. X тең 2. Келесі: X көбейту 44 тең болады 88. X тең 88 бөлу 44. X тең 2-ге белгісіз мәнін 2-ге тең болды. Келесі тапсырма: есептерді шығар. Кинотеатрға балалар мен ересектер келді. Балалар әрқайсысында 10 орындықтан 12 қатарға орналасты. Ал ересектер олардан 3 есе кем. Кинотеатрға неше ересек адам келді? Пропорция құрамыз. X көбейту 3 тең 10 орындықты көбейтеміз 12 қатарға. X көбейту 3 тең болады 120. X тең 120 бөлу 3. X тең 40. Кинотеатрға 40 ересек адам келді. Мұқият дәптерге жазып аламыз. Келесі: кинотеатрда 12 қатардың әрқайсысына 10 баладан отыр. Бұл ересектерге қарағанда 3 есе артық. Кинотеатрда неше ересек адам отыр? Бұл жерде де теңдеу құрамыз. X көбейту 3 тең 10 баланы көбейтеміз 12 қатарға. X тең X көбейту 3 тең болады 120. X тең 120 бөлу 3. X тең 40-қа. Енді бұл тапсырмасы. Енді бізге бұл тапсырмасы керек. Кинотеатрда 8 орындықтан 15 қатар. Және 10 орындықтан 5 қатар. Кинотеатрда барлығы қанша орын бар? 8-ді көбейтеміз 15-ке, қосамыз 10 көбейту 5 тең. Көбейту. Енді 8 көбейту 10 қосу 5. Бұл жерде тиімді көбейтуді пайдаланамыз. Қосу 50 тең болады 80 қосу 40 қосу 50 тең 120 қосу 50 тең барлығы 170 орын бар екен. Мұқият дәптерімізге жазып аламыз. Келесі тапсырма: кесте бойынша өрнектер құр және жаз, олардың мәнін тап. Енді қосылғыш бөлуден және көбейтуден және қосылғыштан шыққан мәндерді бір-біріне қосып шығамыз.
531, 435, 328, 725. Келесі есептің мәнін айта кетейін. Тек қана 790-нан 49-ды аламыз. 741. Келесі 291, 593, 863, 482. Келесі 404. Келесі 329, 149. Келесі 286, 646. Келесі 842. Келесі 44. Енді тура теңдік шығатындай жақшалар қой. 7-ге 8-ді көбейтеміз, оған 4-ті қосамыз. 60 болады. Жақша қоямыз. 60-ты 4-ке бөлеміз, 15. 15-ке 2-ні қосамыз, 17. Келесі 8 бен 4-ке қоямыз жақша. 12. 7-ні 12-ке көбейтеміз. 21 тең болады бізде 23. Бүгінгі тапсырма балалар осымен аяқталды. Каналға тіркеліп қойыңыздар, сау болыңыздар.